Адамдар, қаталсыңдар. Қаталдықтан әлі-ақ татарсыңдар. Жалғыздықтан зарығып ашынғанда, мен сендерді асылдар деп сипайдау шашымнан деген. Жоқ, тас екен жүректеріңде. Шыншылдық деген жоқ екен тектеріңде. Өздерің мұны көлгірсіп жасырған менен. Мейірімге сараңсыңдар. Түбі содан жасында табарсыңдар. Бір жылы көзқарастарыңа сатқанында, соның өзі ақ батып қой қамылға. Найзағайдай атылап жанарларыңда, бір жола сөніп үмітім, балам жанымда. Жыртқыштар талап алғандай қамықпадың ба? Әділеттен жырдайсыңдар, тақсырет тартпай бір тынбайсыңдар. Жала тартып сендерге жүгіндім бар. Тас мүсіндеріңнен түңілдім налып. Тағдырым мені тен-тен елеңдетпеді. Бейжайлықтарын қорқытты керейін беттегі. Мен емес, сендер екенсіңдер бүгінгі ғай. Адалдыққа тапшысыңдар. Әрине, данышпансыңдар жақсыңдар. Өзгенің қасіреттеріне қарайсыңдар. Қалайша еснеп мүлде. Бәрібір екен сендердің көмкелеріне. Біреулердің көзінен жас кетпеді. Бұл күнде ұғындық бәрі. О, адамдар! Сендердің бейжайлықтарын шыдатпай өртеді мені де. Не деген пасық едіңдер? Шуақсыз, қорайды емес пе жасыл едіңдер? Мейірім аңсап, жүрегім қансырап тұрған. Зұлымдықтарымен қамшылаптыңнан. Жанымда үміт, сенімдер түгесілгенде. Лақтырып тастап кеттіңдер, күресіңдер де. Сендерден байлық сұраман өліп кетсем де. Алтындарымды алмаспын, төгіп кетсең де. Мейірімге ғана мұқтажбын, білесіңдер, мейірімге ғана мұқтажбын. Балалар үйінің терезесінен үнемі сыртқа қараймын отырамын. Сол жерден мен әлдекімді күтемін. Әлдекім дегенім ол сенсің, мама. Білесің бе, мама? Мен үнемі осы жерде отырамын да, сені күтіп отырамын. Ал кейде үстінде шаш ұзын әйелдің сұлбасын көремін. Оны өзімнің анам екен деп, мен алып кетіп бергенді екен деп, мама, мен мұндамын, мама дей бергенінде, әлгі терезе алдындағы гүл жерге құлап түседі. Оны тәрбиеші апай көріп қоймасын істеп, тез жене бастағанда, тәрбиеші апай көріп, мені ұра жөнелді. Апай, кешіріңізші, байқамай қалдым дегеніме қарамастан, апай мені ұра берді. Анашым, тез келді, мені алып кетші, уәде берем, бұзық болмаймын. Адам емес, хайуанды өз баласын қорғаштайды емес пе? Ал сен хайуан емес, адамсың ғой, мама. Сен менің адамсың ғой, мама. Тәңірім, бала жүрегімде жалынып сұраймын. Менің анашыма титтей болса да мейірім шуағын төкші. Сөйтіп ол мені келсінде мына жерде құттқарсыншы. Аллам менің осы тілегімді қабыл алшы. Мама, мен сені сондай қатты сағындым. Мама. Жетмек, не істеп отырсың өзіңмен өзің селесіп?
қайта терезенің алдында телміріп келмейтін ата-ананы күтуге доға деп жүр тұсадым. Ей адамдар, неге сондай қаталсыңдар? Шалыс кетсе өз досыңды өлтіруге дайынсыңдар. Мазақ етіп кейбір жанды қатырғандай боласыңдар. Ей адамдар, неткен қансыз, мейірімсіз адамсыңдар. Адамдықтың мәні неде? Оны дұрыс ұғыңдар. Адамдықтың көркі неде? Оған жауап табыңдар. Ей адамдар, қандайсыңдар? Кей адамның маңдайының сорысыңдар. Anadan жақын жан бар ма? Анаңдан екен анасы, жанында жүрген жандар ма? Аңсатқан жанға жетемін, еркімнен үйінбей келдім. Қарайлап жүр ауанасың, қайтып бір келмегенім. Аңсатқан жандырам, жас болып аққан жанардан. Сәбидің бәрі бақытым, болуы үшін жаралған. Сәбидің бәрі бақытым, болуы үшін жаралған. Амансың ба, мамам? Бүгін менің туған күнім. Есіңде ме бұл күн? Білмеймін. Бірақ саған көп нәрселерді айтқым келеді. Бір-бірімізді көрмегенімізге көп болды. Білесің бе, мама, мен күнде ұйықтағанымда әр нәрсені ойлаймын. Егер мен жалғыз көшеде қалған болсам, менің өмірім қалай болар еді? Бұрынғы достарым көбісі қазір бұл неде жоқ. Біреулері нашақорлықпен өлсе, біреулері вечерін көз жұмды. Ал біреулері әлі де ашқал кесіп жүр. Мен мақалаларыңды жүріп, сыйлауды үйрендім. Білесің бе, мама, Құдайдың бар екеніне, мені жас көретініне, және мен естесіне сенетін болдым, мама. Сондықтан сен үшін де көп сыйынамын, мама. Әйтеуір бір күні келіп, мені табарына сенемін. Тіпті оған ұзақ уақыт күту керек болса да күтемін, мама. Бұл өмірде барсың ба, жоқсың ба, оны да білмеймін. Жолығар өлмегенге не жетсін өлмегенге. Өмір деген осындай жаным менің, қайтер едік өмірге келмегенде. Қайтер едік өмірге келмегенде. Көреміз ғой қайтеміз көнбегенде. Төземіз ғой қайтеміз төзбегенде. Көлен тапшы бұйырмас шөлдегенде. Мынаған қолда бала менің. Ата-анамның көптен күткен баласы едім. Мен дүниеге келгеннен кейін дәрігерлер маған
ДЦП деген диагноз қойды. Осы диагноздың дәлігін анықтау үшін мамам аудан орталығынан үлкен қалаға келеді. Қаладағы үлкен профессор диагноз растап, және де оған қоса басқа аурудың гидроцефалия, яғни Ваденко головного мозга ауруының бар екенін айтып, балаңыз биологиялық қоқыс болады деп жариялады. Осы сөздер себеп болды ма, әлде басқа нәрсе ме? Білмеймін. Анам осы бір әрекетке баруға мәжбүр болды. Анашым, іздеумен келем, іздеумен өтем өзіңді. Естігім келеді, бір ауыз жылы сөзіңді. Сенсіз әлем қара түнек, ашық емес аспаным. О-шу көп көшелерде кетіп бара жатқанда, қараймын мен қызыға, анасына басқаны. Анашым, кеудеңде жүрек пе, әлде темір ме? Тастар болсаң, неге келдің өмірге? Неге аямадың сен мені? Тумай жатып, дақ түсірдің көңілге. Анашым, қайдан да тастамайды баласын. Мен де сұлу періштені қайдан енді табасың? Кеудемдегі сен деп соққан жұдырықтай жүректе өмір бойы сұрақ белгі болып қана қаласың. Анашым, қатал тағдыр мені қалай аясың? Тек түсімде маған құшақ жаясың. Тірі болсаң, тілеймін амандығыңды. Өлі болсаң, үмітсің жұма саясың. Анашым, мен сені көрмесем де сағынамын. Тағдырдың жазғанына бағынамын. Ол неде жазаласа тәңірім, араша болып қасымнан табыламын. Білем, сезем, оңаша жасыңды көріп жақты өттің. Мен сені кемеңді тек бақытты еттім. Оралшы тез, кешіремін. Бұл дүниеге жалғыз келіп, келмейді жалғыз кеткім. Күнде оқимын сен қалдырған хатыңды, іштей ғана қайталаймын атыңды. Көп болды ғой түні құмды сағындым, қараша таңды сен айлаумен атырдым. Анашым, азайып бара жатыр күлкімде, мәңгілік көз жұмсам ғой бұл түнде. Кешір мені деп жазыпсың хатыңда. Менің сізге өкпелеу мүмкін бе? Қаян көңіл іштей ғана тынады. Қайда екен бақыт, шаттық тұрағы? Неде болса көнем, басқа амал жоқ. Бұл да мүмкін бір Алланың сынағы. Сен ойлаумен өтеді менің әр күнім, білмеймін ғой не күнәмнің бар. Birimiz dinleyip, bir armanın aslında döngeliyor.